жұмыстарының жоспарына қоршаған ортаға ықтимал әсерді бағалау. Тыңдалым төрағасы болып мен Сарысу ауылдық округ әкімдігінің бас маманы Дүйсенбек Нұрлан Кенжеұлы. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін біз хатшыны сайлауымыз керек. Қандай ұсыныстар болады? Түйенбай Азамат, қарсылық жоқ па? Дауыс берсеңіздер. Жауабынан қабылданды. Құрметті тыңдауға қатысушылар, келесі жұмыс регламенті ұсынылады. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 30 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 20 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 20 минутқа дейін, қорытындылау 5 минутқа дейін. Ұсынылған ережемен кім келіседі? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қабылданады. Тыңдаулардың қорытындысы бойынша Ұлытау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының мемлекеттік сайтында, сондай-ақ экология.gov.kz сайтта танысуға болатын жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізу үшін қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалады. Мен қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын және баяндамашыға сөз беріледі. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, Қазақстан Республикасының Ұлытау облысының Ұлытау ауданында орналасқан Базгол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шоқыр кен орнында алтын көтеріп өндіру жөніндегі 2025-2030 жылдарға арналған тау-кен жұмыстарының жоспарына қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамалық және нормативтік әдістемелік актілерге толық сәйкес әзірленді. Базгол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізгі қызметі алтын кендерін өндіру және байыту болып табылады. Тау-кен жұмыстарының жоспары Базгол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Үшшоқы кен орнындағы кен қорларын оны ұлғайту жағына қарай қайта есептеуге байланысты әзірленді. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 2-ші қосымшасына сәйкес қызметтің бұл түрі кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда қатты пайдалы қазбаларды өндіру және байыту жөніндегі объект ретінде 1-ші санатқа жатады. 3-1 тармақ. Бұрын кәсіпорын үшін 31 желтоқсан 2024 жылы 1-ші санаттағы объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсат бере отырып, инвестициялар нормативтерінің жобалары әзірленген болатын. Жобалар 2025-2026 жылдар кезеңінде жылына 23.747 тонна өндіру көлеміне әзірленді. Осы тау-кен жұмыстарының жоспарында өндіру көлемі артып келеді. 2025-26 жылдары 58 мың тоннаға дейін, 2027-29 жылдары 72 мың тоннаға дейін, 2030 жылы 54,9 мың тоннаға дейін. Ұлытау облысы 2022 жылы құрылған кезде Қазақстан Республикасында халықтың тығыздығы ең төмен өңір және халықтың абсолютті саны ең төмен өңірге айналды. Шоқыр кен орны Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 20 км, Түйемойнақ теміржол станциясынан солтүстікке қарай 20 км және Жезқазған Қарағанды Астана магистралімен орналасқан. Кен орны шамамен 256 гектар аумақты алып жатыр. Орталық координаттары 69 градус 30 шығыс бойлық және 48 градус 20 минут солтүстік ендік. Оның батыс ендік және солтүстік батыс ендік. Оның бөлігі өнеркәсіп және қазіргі уақытта өңделуде. Өнеркәсіптік блоктардағы алтынның орташа мөлшері 5-35 грамм тоннаға дейін. Кендер айтарлықтай кварцты, ұсақ шашырақты, жұқа дисперсті болып бос алтыны бар жұқа сульфидті. Кен орнында кен өндіру жерасты тәсілімен жүргізіледі. Ең жақын Түйемойнақ теміржол станциясы кен орнынан оңтүстікке қарай 20 км жерде орналасқан және оған асфальтталған жолмен қосылған. Жыланды тұрғын кентіне дейін 37 км. Атмосфераға ластаушы заттар шашылуын есептеу нәтижелері бойынша кен өндіру және байыту жұмыстары кезінде шығарындылар санитарлық қорғау аймағынан тыс жерде таралмайтыны анықталды. Қоршаған ортаға төгілулер болмайды. Шахта сулары ауданы 87.600 метр шаршы метр және көлемі 306.6 метр куб буландырғыш тоғанға ағызылады. Алтын кендерін өндіру және қалдықтарды байыту қалдықтарын көму мемлекеттік органдар бекіткен учаскелерде жүргізіледі. Теріс әсерлер санитарлық қорғау аймақшылығында кеніштік жер бөлу аумағында ғана болжанады. Жер бедері енді кен орнының ауданы жартылай шөлейт. Кен орнындағы абсолютті беткі белгілер теңіз деңгейінен 300-420 метр биіктікте орналасқан.
тұрақты дренаждар байқалмайды. Ең жақын су объектісі Қандықараша өзені. Учаскеден солтүстік бағытта 4,5 км қашықтықта. Өзен тек су тасқыны кезінде толады. Кәсіпорынның жер бөлу шегінде және одан тыс жерлерде су объектілері жоқ. Жоспарланған жұмыстар Қандықараша өзенінің су қорғау аймағы мен белгіленген тыс жерде жүргізілетін болады. Аталған өзенге арналған су қорғау аймақтар мен белгілері белгіленген. Түйемойнақ теміржол станциясына ұңғымалар сумен жабдықтау көзі болып табылады. Кен жерасты әдіспен өндіріледі. Көлденең айдау қазбаларының қимасы оларда ұңғыма және пайдаланушы жабдықтар орналастыруға есептеледі және ұңғымада 6,82 шаршы метр қабылданды. Көлденең қазбалар мен камералды бекіту құйылысатын жұмыстарға бетонмен немесе бүлкі бетонмен байланысты көзделеді. Күшті және тұрақты жұмыстарда қазбаларды бекіткішсіз қазуға рұқсат етіледі. Көлденең қазбалар тәртібі бұрғылау жазу тәсілімен жүргізіледі. Жарылғыш жұмыстары үшін рұқсат етілген өнеркәсіптік жарылғыш материалдар тізбесі бойынша жарылғыш заттардың барлық түрлері пайдаланылуы мүмкін. 2027-2029 жылдар кезеңінде кеніштің жобалық қуаттылығы 72.000 тонна, кенге жету үшін 70 метр, 110 метр және 170 метр көлшектерді белгілі бір көлемді дайындық және қосу қазбаларын өту қажет. Бұл кен орнының дайындалған, қазуға дайын және ашуға қорлардың қажетті көлемін қамтамасыз етеді. Шоқы кен орнының тұрғын үйлері бойынша қалдырылған баластық қорларды пысықтау кезінде жобаланатын тау-кен капиталдық және тау-кен дайындық жұмыстарының көлемі 6 жылға келесіні құрайды. Тау-кен капиталдық 302.400 метр куб, тау-кен дайындық 69.807 метр куб. Кеніш көлігі. Кенді тазарту блоктары бойынша скрепер-шкерге дейін немесе өтекке дейін жеткізу өз салмағының әсерінде жүргізіледі. Скрепер-шкерштері бойынша кен скрепер ребенкалармен нүктерге жеткізіледі. Олар арқылы вагоншаларға және рельсті көлікпен оқпандардың бірден жылжымалы варианттар бойынша беріледі. Баламасы нұсқа ретінде уатылған тұқымды кен жардан жеткізу және оны вагонеткаларға тиеу үшін жоба жүк көтергіш шлектің сыйымдылығы 1 метр куб болатын өздігінен жүретін тиеу жеткізу машиналарын қабылдады. Тау-кен массасын тасымалдауды ауларлардың шанағы бар вагонеткаларда жүргізу көзделеді. Тазарту горизонттардың барлық қазбаларында вагонеткаларды тасымалдау үшін 600 мм жолға рельс жолын орнату көзделеді. Көтергіш қондырғылар. Кеніштің жылдық өнімділігіне, оның қызмет өнімдеріне және игеру деңгейіне сәйкес нөмірі 1 және нөмірі 2 оқпанға дейінгі плиткалы көтергіш машиналар орнатуға қабылданды. Көлшектерден таза ауа нөмірі 2 шахтаның оқпаны бойынша рельсті желдету желдеткішпен беріледі. Ластанған бүйір арқылы жер бетіне шығады. Сондай-ақ тау-кен қазбаларының калориферлермен жылыту қарастырылған. Байыту фабрикасы. Қазіргі уақытта байыту фабрикасында активтендірілген көмірді пайдалана отырып, сорпциялық технология бойынша кенді цианизациялауға енгізу есебінен толық өңдеу циклі бар. Кенді дайындау бірінші сақтау кезеңінен кейін -15 мм газ бойынша бақылау орнатылған екі сатылы сақтауды бірінші сатыда спиралификаторларға жеткізу бар екі сатылы шарды сақтауды гидроциклондардағы целлюлозаны бақылау классификациясын және целлюлозаны қалыңдарды қамтиды. Гидрокеталогиялық өңдеу минераларды қамтиды. Алдын ала цианизациялау, қолданылған өнімді сорпциялық шаймалау дорбасы, торабы, қалдықты бақылау, скрининг және қатысқан көмірді жою, көмірді термиялық реактивациялау және электролизді қайта бөлу арқылы жоғары температуралы дисорбция торабы өндіретін қалдықтарды залалсыздандыру торабы. Схемада технологиялық ерітінділердің айналымы қарастырылған. Технологияның ерекшелігі қалдық қоймасының айналымдағы суының максималды тұтынуымен тұщы суды пайдалануды шектеу, кенді дайындау және гидрометаллургиялық қайта бөлудің сапалық сандық схемаларын есептеу, ұсақ алтын өндіруші кәсіпорындардың байыту фабрикаларының жұмыс тәжірибесін талдау негізінде жүргізіледі. Қалдық қоймасы. Кен орнының кенінен минералдарды алу кезінде сақталған тау жыныстардың шаймалау процесінің қалдықтарды жинауды қамтамасыз етеді және бастапқы кенді байыту кезінде түпкілікті өнімді алудың технологиялық тізбегінің қажеті буыны болып табылады. Қалдық қоймасының параметрлерінің максималды өнімділігі үшін анықталады. Жылда 72 мың тонна, бұл 9,13 тонна сағатына. Шаймалау процесінің қалдықтары қалдық қоймасының гидравликалық көлікке целлюлоза түрінде түседі. Оны қатты фазаның қалдық қоймасының контейнерге жиналады, ал сұйық фазасы бастапқы кенді шаймалау процесінің айналмалы сумен қамтамасыз етілуіне толтырылады.
Қалдық қоймасы жоспарда бөлінген берілген алаңның шекарасына қатаң орналастырылады. Күшті улы заттардың қоймасы цианид пен гидроклоридті сақтауға арналған. Қойма ғимаратының көлемдік жоспарлау және конструктивтік шешімдері қауіптілігі екінші қатар заттарды сақтаудың және өңдеудің санитарлық-гигиеналық жағдайына байланысты. Күшті улы заттар қоймасының ғимараты бір қабатты, қызметтік тұрмыстық үй-жайлардың үстінде техникалық қабат қондырмасы бар. Қойма ғимараты жылытылмайды. Қойма ғимараты контейнерді тиеуге арналған ашық шатыр бекітілген. Күшті әсердегі улы заттар қоймасы алаңның құрамында мынадай ғимараты мен құрылыстар кіреді. Күшті әсердегі улы заттар қоймасы цианидті сақтау жылына 72 тонна, кальций гидроклоридті сақтау жылына 72 тонна. Қоршау, әкімшілік тұрмыстық корпус бар, бақылау жүргізу пункті, шлагбаум, қарауыл мұнарасы, таранға қарсы құрылғы, аумақтық қоршауына кіреберісі ені 4 метр, электр желілері бар шлагбаум және жылжымалы өнеркәсіптік қақпа қарастырылған. Күшті улы заттар сақтау үшін ұсақ контейнерлер қолданылады. Контейнерге қауіпті жүктің таңбалануы және жүктің мазмұны және оның саны жазылған. Бұл таңбалар әрдайым ыдыста бөлінген. Таңбалаусы осы жүктерді тасымалдауға және сақтауға тыйым салынады. Таңбалау белгісі жоғалған жағдайда бұл таңбаларды трафарет арқылы бояуды қолдану арқылы қалыпқа келтіруге болады. Түйе және түсіру шатырдың астында жүзеге асырылады. Түйе түсіру кезінде барабаттарды жұмыс үшін жол арбаларын, механикалық арбаларды немесе электр тиегішті пайдалану қажет. Автомашиналардың бұл жүктің механикалық зақымданудан және табиғи әсерлерден қорғай отырып, жабық шанақтарына тасымалдай алады. Бұл машина кондиционері бар кабинамен жабдықталған. Жүргізушіге ыңғайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Түсіру тиеу жұмыстары қол арбаларының көмегімен жүргізіледі. Шартты қызметкерлері маркалық ауылда тұрады. Мұнда абылдар ғимараты, жатақханалар, 80 орынды асхана, наубайхана салынды. Жылумен жабдықтау абылдар ғимаратының және жабдықтауына қарастырылған екі қабатты ұсақ жабу ғимаратында орналасқан. Отынның жылдық шығыны шұбаркөл көмірі 36 тонна, әр қазандыққа 18 тонна көмірді құрайды. Қазандық жұмысы режимі жылына 180 күн, тәулігіне 24 сағат. 2025-2026 жылда атмосфераға шығарылған жылда 96,5 тонна, 2027-2029 жылдары жылына 115,54 тонна, 2030 жылы жылына 92,22 тонна болады. Шоқы кенішіне ауыз су және шаруашылық қажеттіліктеріне арналған су Абылбай 3,6 арнайы машинасымен жеткізіледі. Жұмыс орындарын ауыз судың сыйымдылығы 30 литр арнайы термостатта сақталады. Суды сақтауға арналған арнайы сыйымдылық 15 литр куб жылына 1 рет өндіріледі және қолданылады. Қазіргі уақытта бөтелкедегі ауыз суды қолдану мүмкіндігі бар. Су душ пен асханада да қолданылады. Өртке қарсы резервуарлар бар. Таза судың жалпы шығыны жылына 7893,25 литр құрайды. Дәретханалар тұрмыстық аймақтар миллион метр қашықтықта орналасқан. Шұңқырлар мен септиктердің құрылысы қосылыстарда бетон мен жағатын темірбетон плиталармен қапталған. Септиктер күн сайын дезинфекцияланады. Арнайы жуу машинасымен мезгіл-мезгіл жуылады және шарт бойынша ассенизациялық машинамен тазаланады. Шахта сулары буғандырғыш тоғанға құйылады. Байыту фабрикасында айналым сумен жабдықтау қолданылады. Кәсіпорында қалдықтарының өсегістігі түзіледі. Атап айтқанда, сыйымды тау жынысы, қазандықтан шыққан конвейер тастасы қалдықтары, пайдаланылған буан-електер, байыту қалдықтары, ағаш қалдықтары, электродтардағы жалын, майлағаш шүберек, қатты қалдықтар және еңгезерден жасалған ыдыстың 8 атауы. Негізгі тау жыныстары пайдаланылған конвейерге жиналады. Байыту қалдықтары қалдық қоймасына жиналады. Қалған қалдықтар шарт бойынша арнайы кәсіпорындарға тапсырылады. Реагенттердің астындағы барлық контейнерлер алдын ала арнайы ерітінділермен зарарсыздандырылады. Кәсіпорын үшін өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы әзірленді. Өндірістік бақылау бағдарламасына сәйкес атмосфералық ауаға, су ресурстарына және топыраққа мониторинг жүргізіледі. Оған астықты өлшем санитарлық қорғау аймақ шекарасына 4 мезгілде жүргізіледі. Буландырғыш тоғандар және қалдық қоймасының айналасындағы бақылау орталығынан су сынамасы талдау үшін алынады. Қалдық қоймасының әзектеу аймағында топырақ сынамалары талданады. Сондай-ақ кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірледі. Ол толық көлемде орындалады. Есептер тұрған Совет экологиялық департаментіне тапсырылады. Назарларыңызға рахмет. Баяндаманы аяқтадым. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса,
қоңыраулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріліп, Ақтау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі интернет ресурстарында, сондай-ақ келіп түскен барлық сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, НДГ экология.gov.kz сайтта жарияланатын болады. Қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыз.